Қайырлы күн, күндеріңіз сәтті өтсін. Бүгін құлпынайдан осындай әдемі мөлдіреп тұратын тосап дайындайтын боламыз. Құлпынайды турамай тұрып, жақсылап ас содасымен осылай бірінші рет жуып шығамыз. Әбден тазарғанша қап-қара болып кір шығады. Біріншісінде төгіп тастап қайтадан жуамыз. Егер тазалап алып жуатын болсаңыздар, ішінен су кетіп қалады және де сұйықтау болады, атылып кетуі де мүмкін. Осылай әбден жуып алғаннан кейін барып осылай тазалап аламыз. Құлпынайдың өзінің сөлі шыққанша қантпен араластырып қоямыз. Құлпынайдың бетіне бірден қантты салсақ, езіліп кетуі мүмкін, өте жұмсақ. Сондықтан бір қабат құлпынай үстіне бір қабат қант, бір қабат құлпынай, бір қабат қант қылып саламыз. 2 келі құлпынай салсаңыз, 2 келі қант саласыздар. Сіздерден сол кезде 2 келі, 2,5 келі варенье шығады. Алюминий ыдысты пайдаланбай-ақ, сырлы осындай кастрюльдерде 3 келі құлпынай, 3 келі қант, одан 3,5-4 литрге жақын варенье шығады. 6 сағатқа қойып қойдым. Осындай өзінің сөлі шықты. Ешқандай су қоспаймыз. Баяу отқа, газға бір бүлк еткізіп аламыз 5 минут көлемінде. Көп те қайнатпаймыз. 5-7 минут бір бүлк еткізгеннен кейін толық суығанша құлпынайдың астын өшіреміз. Көбігі осылай шығады қайнаған кезде. Оны жай аласыздар. Менде құлпынайым толықтай суыды. Енді астын жағып, отымызды баяу отта тағы да 5 минуттай бүлк еткізіп аламыз. Осылай көбігін алып отырдым. Банка стерильдеп алдым. Осылай жеке ішіне ауа кетіп қалмау керек. Осылай біртіндеп құйып алдым. Бірінші қоюын құйып, үстінен сұйығын құйсаңыздар біркелкі болып шығады. Ас болсын, жасап көріңіздер, комментарий жазыңыздар. Сау болыңыздар.